Сәлем балақай. Құстар әлеміне саяхат жасау арқылы тілімізді жаттықтырайық. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ендеше менен кейін қайтала. Колибри. Колибри. Колибри әлемдегі ең кішкентай құс. Тоқылдақ. Тоқылдақ. Тоқылдақтар ағаштағы құрттарды теріп жейді. Қырғауыл. Қырғауыл. Қырғауылдардың құйрығы өте ұзын болады. Қоқиқаз. Қоқиқаз. Қоқиқаздардың түсі алқызыл түсті және аяқтары ұзын болады. Жұмақ құсы. Жұмақ құсы. Жұмақ құсы өте әдемі құс. Пингвин. Пингвин. Пингвиндер құс болса да ұша алмайды. Олар мұзды өлкелерде өмір сүреді. Шағала. Шағала. Түйе құс. Түйе құс. Түйе құстар өте үлкен болады. Қарға. Қарға. Қарғалардың түсі қап-қара болады. Сауысқан. Сауысқан. Сауысқандар саңқылдайды. Шымшық. Шымшық. Шымшықтар шиқылдайды. Бөдене. Бөдене. Тырна. Тырна. Кептер. Кептер. Кептерлер біздің үйіміздің шатырына ұя салады. Бүркіт. Бүркіт. Бүркіттер аңшы құс. Олар аң аулайды. Күрке тауық. Күрке тауық. Балалар, күрке тауық үй құсына жатады. Себебі оларды адамдар қолға үйретіп асырайды. Қаз. Қаз. Балалар, қаз құсы да үй құсына жатады. Себебі оларды адамдар қолға үйретіп өз аулаларында өсіреді. Үйрек. Үйрек. Тоты құс. Тоты құс. Балалар, тоты құстар өте ақылды болады. Себебі адамның айтқанын қайталай алатын қабілетке ие. Тауық. Тауық. Тауықтар үй құстарына жатады. Ал тауықтың балапандары өте сүйкімді болады. Торғай. Торғай. Үкі. Үкі. Үкілер орманда өмір сүреді. Жарқанат. Жарқанат. Жарғанаттар тек түнде ғана ұшады. Себебі жарғанаттардың көзі күндіз көрмейді. Жарайсыңдар балалар. Құстар әлеміне саяхаттау арқылы тілімізді керемет жаттықтырдық. Олай болса, келесі кездескенше
арнаға тіркелуді ұмытпа.